Достар, сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоға осындай төсек жабдықтарынан қалған маталардан бүгін прихватка тігетін боламыз. Ол үшін бізге мата, екі түсті матаны таңдадым. Қолымыз сиятындай етіп 15 сантиметр шамамен белгілеп алып, осындай көлемде қолдың суретін саламыз. Өзіңіздің қолыңызды қойып, оң жақ қолыңызды шамамен осындай үлкен етіп суретін салып алсаңыз болады. Бұл однотонный көк мата, бұл біздің прихваткамыздың ішкі жағы болады. Сырт жағына түрлі түсті матадан тігеміз. Осылай екі қабатталған матаны бірден осылай қиып аламыз. Егер матаңыз осылай жетпей қалған болса, ортасынан матаңызды қосып тігіп жерсеңіз болады. Ол прихватка тіккен кезде қосқан жері білінбей қалады. Сондықтан осылай 1 сантиметр қашықтықта ортасын тігіп шығамыз. Жаңағы тігісін осылай үстіңгі жағынан үтіктеп жерсеңіз болады. Енді матамызды оң жақ бетінен осылай екі қабаттап қойып, осылай осының тура осы мөлшерде қиып аламыз. Енді ортасына осындай наполнитель салсаңыздар болады. Менде Альпа Люкс 1,5 сантиметрлік қалыңдығы, сіздер синтепон алсаңыздар болады. Осылай көлемді қиып аламыз. Біраз үлкендеу размер алыңыз, себебі тіккен кезде жаңағы біздің наполнителіміз біраз отырады. Сондықтан тура сондай размер емес, біраз үлкендеу алыңыздар. Енді осындай қолғап сияқты прихваткамыздың жанына осындай 15-те 15 прихватка жасайық, комплект болсын. Екі қабатталған матаны да қиып алдық. Енді шетіне осындай қасайы бика ретінде 4 сантиметр етіп ұзынша қиып алдық. Енді тігуді бастайық. Осылай Альпа Люкстің үстіне бір қолғаптан осындай 10 бетін қойып, әрбір жерден осылай түйреп қойсаңыздар болады жылжымау үшін. Енді осылай тігеміз. Закрепка жасаймыз. Басына және аяғына сызып алсаңыздар да болады, бірақ көз мөлшермен де осылай тіге беруге болады. 3 сантиметр, 2 сантиметр алшақ етіп, осылай ұзын-ұзын қылып қиғашынан тігіп шығамыз.
Енді келесі бағытынан осылай қиғашынан тағы бір рет тігіп шығамыз. Сонда бізде ромбик тәріздес пішіндес осындай не болады, стежка. Мына видеодағыдай осындай бізде неміз біріншісі дайын болды, артқы жағынан осындай. Енді тура осындай етіп екіншісінде тігіп шығамыз. Мінекей екеуі де дайын болды. Енді қайшымен артық жаңағы альпа-люксті маталардың жүктерін, артық заттардың барлығын қиып тастаймыз. Енді ішкі бөлігін тігіп аламыз. Шетінен осылай жарты сантиметрдай припуск тастап, осылай шетінен тігіп шығамыз. Егер қисайып кетеді десеңіз, булавкамен бір-екі жерінен қадап қойсаңыз болады. Ішкі бөлігін тіккен кезде 10 беттерін бір-біріне қаратамыз. Теріс жағынан тігеміз. Енді сырт бөлігін тігеміз. Яғни 10 жақ бетін бір-біріне қаратып, ішкі жағынан осылай шетінен алып тігіп шығамыз. Қатты алшақ та, қатты шетіне тақатпай, осылай орташа етіп тігеміз. Тіккен кезде екі жағына закрепка жасауды ұмытпаймыз. Енді осыны аударамыз. Аударған кезде өте ыңғайлы, қолыңызға киіп алып, осылай аударып жібересіз. Осылай аударып болған соң, енді ішкі бөлігін осы қалпында аудармай, осының ішіне саламыз. Қолыңызға киіп аласыз, и бірден осылай ішіне саласыз. Бір келкі еткен соң, енді мына жерін бір тігіп шығасыз, қайырмай, жай ғана бастырып тігіп шығамыз. Жаңағы екі шетіндегі тігістен бастаған дұрыс болады, сонда бір келкі шығады. Касая бека сияқты осындай 4 сантиметр однотонный матадан қиып алып, шетіне қайырып, осылай тігістерін көрсетпеу үшін осылай тігіп шығамыз. Қалған бөлігін соңына дейін тігіп, оны қайырып, ілгіш ретінде жасауға болады. Бұл жерде кішкене ілгішім кішірек болып кетті, сіздер ұзындау қылып жасасаңыздар болады.
ілгішті ішіне қарай қайырып, бір бастырып закрепка сияқты тігіп шығасыздар. Мінекей біздің прихваткамыз дайын болды. Өте әдемі шықты деп ойлаймын. Артық жіптері болса қиып алып тастайсыздар. Енді біз осыған комплект ретінде 4 бұрышты прихватка жасайтын боламыз. Осылай әрбір жерінен түйреуіштен түйреп алсаңыздар болады. Жанағы тігіспен осылай ромбик тәріздес етіп тігіп шығамыз. Артық жерлерін, артық матаның барлығын қиып тастаймыз. Артқы жағын осылай тегістейміз. Енді жаңағы 4 см қиып алған осындай матамызды касая бика сияқты етіп, екіге бүктеп, ішіне қарай қайтара, осылай шетін обработка жасаймыз. Жаңағы бұрышына келген кезде инені ішіне қалдырамыз, тек матаны бұрып отырамыз. Бұл жерде де сіздер ілгіш жасасаңыздар болады. Сосын байқағаныңыздай, біздің альпа люксіміз тіккеннен кейін біраз отырып қалды. Сондықтан екі қабаттап салсаңыздар да болады. Сонда кішкене үлкендеу, жаңағы қалыңдау болады. Мінекей біздің өнімдеріміз барлығы дайын болды. Артық жіптерін барлығын қиып алып тастаймыз. Азғандай маталардан осындай әдемі дүниелер тігуге болады. Осындай сіздерде жатқан маталар болса, іске асырып, осындай өздеріңізге пайдалы әдемі заттар тігіп алыңыздар. Менің каналым сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар.